Шампанскийдің иісі шығады дейді. Жоқ, ол жерден бір қышқылтым дәм шығады. Бірақ ол арақ қосылады деген сөз емес. Ол қымыздың өзі қатты бір қыздырса, ашса, ол сонда береді ғой, эффект береді ғой. Көреміз енді. Жарайды, былай да керек, сосын закусывать надо? Жоқ. Думан, бүгін ішем айдам десе. Жоқ, ол шынымен аяқ қолды буынды босатады ол. Я жаман дейді прям. Вообще от стакана прям улетает. Мен іштім оны. Иә. Дайын шығармыз? Кім дайын емес десе? Кеттік. Армысыздар, бүгінгі біздің подкасттың көрермендері. Біз жалпы осыдан бірнеше ай бұрын өзіміздің таңба атты подкастымыз бастаған болатынбыз. Негізгі мақсат осы коммуникация саласын жан-жақты әртүрлі салалармен біріккен түрде бірге талқылау, айту болатын. Сонымен бүгінгі біздің қонақтарды таныстырғым келіп отыр. Бүгін біздің жалпы идея ретінде осы коммуникация саласында өте көп толғандырып жүрген, көптен бері айтып жүрген мәселелеріміздің бірі ол кино саласы. Бүгінгі біз подкастымызды осы кино саласындағы жалпы креативті индустрия деп көп айтып жүрміз, осы кино саласындағы жалпы мынау абырой бедел мәселесі, кино саласындағы кино маркетинг мәселесі, кино саласындағы пиар мәселесін өздеріңізбен бірге талқыласақ деп сіздерді осы ортаға шақырған болатынбыз. Сонымен құрметті көрермендер, біздің қонақтармен таныстыруға рұқсат беріңіздер. Жандос Құсайынов, кинорежиссер, сценарист. Осы елімізге белгілі, беделді кісілердің бірі, осы саланың маман ретінде шақырып отырмыз. Сонымен қатар Думан Қожахметов, көпшілік осы коммуникация саласындағы Қазақстандағы көп кісілер біледі, Black & White деген үлкен компанияның басшысы, және өздеріңізге белгілі Жанасыл Болатбек, YouTube арнасының жақында жаңа қызметіңіз құтты болсын, Жайдарман жобасының басқарушы директоры болып осы ортамызға қош келдіңіздер дейміз. Сонымен сонымен жалпы өз сөзімде айтып отыр, көп жағдайда біз креативті индустрияны осы ақпарат саласында көбіне талқылап жүрміз. Қазіргі кейінгі трендке айналған бір хит тақырыптардың біреуі деп. Оның ішінде біз кино саласын бір бөлек қарастырып, бөлек алып осы мәселе бойынша талқыласақ деген ой болды. Егерде нақты фактілерге, нақты статистикаға жүргізетін болсақ, мысалы, қазіргі кейінгі уақытта осы қазақ тілді қазақша фильмдеріміз деп айтайықшы, ол көбіне касса жинап жатыр, билеттердің өтуі жаман емес. Енді осы мәселенің ол неден бірінші, ол жаңағы жақсы киномаркетинг жолы біртіндеп жолға келе бастады ма? Жоқ әлде кинодағы біздің сапамыз арта бастады ма? Немесе халықтың жағы қызығушылық арта бастады ма? Осыны айтыңыздаршы, осы нақты статистика бойынша осыған келудің, кейінгі өздеріңіз келсесіздер ғой, жалпы кино саласындағы біздегі осы кейінгі 3-4 жылда үлкен бір қарқын байқалады. Осының себебі не? Айта берейін бе? Мен бір жігітпен сөйлескенбіз Алматыдан. Артықбек деген бір бар екен. Артықбек айтады да, негізі әлемде дейді, қандай да бір карантин болады ғой, осындай эпидемиядан кейін адамдарда жалпы психологиялық тұрғыдан бір еркіндікке ұмтылу деген нәрсе болады дейді. Бұрын соңды болмағандай туризм артады дейді сол кезде. Адамдар театрларға бара бастайды, кітапханаларға барады, кино көреді дейді. Бұл бір фактор болуы мүмкін. Мәдениетке құштарлық артады деген сияқты. Мәдениетке құштарлық, өмірге құштарлық артады. Адамдармен араласқысы келеді, сыртқа шыққысы келеді ғой. Енді бір ай ма, 2 ай ма үйде тұрды ғой адамдар. Жалпы адамзат бір өзгерді ғой сана. Бұл бір екінші, мен ойлаймын, бәрібір белгілі бір деңгейде әлеуметтік жағдайдың өсуі деп. Мысалы, егер адам жерге нан таппай отса, ол киноға бармайды деп ойлаймын. Бұл екінші фактор. Кішкене адамдарды орта тапта киноға баратын жағдай көтерілді. Билет сатып алатын. Өйткені шамамен 2 адам фильмге барса, қыз бен жігіт 10 мың теңгеге кетеді ғой. Ол ақш-пен қарағанда қанша доллар? 20 доллар ма? Шамамен 20 доллар. Бұл көрсеткіш жоғары көрсеткіш, себебі жаңа Голливудтың кезінде енді 5 доллар болды ғой, шамамен билеттің құны да, жаңа 2 адам. Демек, адамдарда әлеуметтік жағдай өз. Үшіншіден, жалпы өзімізде мына соңғы кезде байқасаңыздар, ән мәдениетінде, кино мәдениетінде өзіміздің ұлтымызға деген бір қызығушылық пайда болды. Өзіміздің өнімдерге деген қызығушылық пайда болды. Ұлттық идентичность дейді ғой. Оған көп фактор әсер етті ғой енді. Жаңа әншілеріміз бар, Димаш секілді, Головкиннің бокс әлемінде жаңағы атымыз шығару деген сияқты бәрібір сыртқы имидждер жұмыс істеді. Содан кейін біз осы бір жігіттермен жинағанда көп талқылайтын нәрсеміз,
ана біздің солтүстік көршілеріміз қырғыздар, өзбектер көп ютубтан біздің өнімдерді көреді ғой, сонда көп жоғары баға береді, әсіресе веб сериалдарға ше. Бізге енді өзімізге критика біз жасай береміз, сынай береміз ше, ол дұрыс қой. Өзімізге енді сәл көрінеді. Бірақ сырт көзі бәрібір сыншы, көбінесе жаңағы қызығады. Мен осының бәрі ойлаймын, бәрібір бізде бір енді осы жерде шалқып сөйлегім келмейді. Біз керемет ұлтпыз деп ше, ондай мәселеден аулақпын. Бірақ біздің жастардың бойында жасампаздық, сондай жаңа технологияға бейімділік бар ғой деп ойлаймын. Яғни мен медиа саласында. жаңа сонда мен дұрыс түсінемін ба? Яғни бізде жалпы кино маркетингтің арқасында деп айта алмаймыз. Ол жай халықтың пандемиядан кейінгі жаңағыдай бір мәдениетке деген құштарлығының, жалпы мәдениет қоғамға араласуға деген, ол бір, екінші әлеуметтік жағдайы, үшінші жалпы киноның сапасы өсе бастады. Осы факторлар ғана әсер етті деген. Сапасы өсе бастады болғанда. Иә, салыстырмалы түрде, бірақ сапа, қалай айтсақ екен, техникалық тұрғыдан сапа өсті ғой бізде. Иә, техникалық тұрғыдан өсті. Бірақ шығармашылық жағынан қатты өсті деп айта алмаймыз. Форма жағынан айта алмаймыз. Мына жерде енді кинодағы маркетинг дегенде бізде маркетинг дейтін керемет маркетинг те жоқ сияқты, жалпы біздің қазақ халқы сондай бір күрделі халық емес сияқты. Мысалы, өйткені қарап тұрсаңыз, бізде көбінесе хайп деген ұғым ол доминант рөлге ие болып тұр. Хайп деген былайша айтқанда көрермендермен орысша айтқанда издеваться ету ғой. Көрерменді ақымақ қылу ғой негізі хайп деген дүние ше. Мысалы, сен біліп тұрсың сен алдап тұрғанын. Сіз осымен келісесіз ба, Думан? Осы коммуникация саласында жүрсе, сол әсіресе хайп туралы әркімнің, мысалға, жалпы хайп дегенде бәрінің төбе шаштық тұрып, мысалға, әркім әртүрлі ойлайды да. Сіз айтыңызшы. Хайп. Бұл жерде енді келісуге, білмеймін, өз ойым хайпқа кей кезде бір жақсы нәрселер бар. Жол беруге бола ма? Иә, жоқ, енді андай анайы түрде болып кететін хайптарға енді әрине қоғам ретінде, бір сана ретінде өзіңше бір наразылығыңды немесе білдіресің ғой енді негізінде. Бірақ анда әлеуметтік социология деген ғылым бар. Сол жерде оның заңдары бар. Оның заңдарына сәйкес әрине осындай хайптың, мысалы қазір айтып отқан маркетинг, кей кезде маркетинг пен хайпты шатастырып аламыз. Міне сол мәселе көбінде. Кей кезде бұны маркетингтің шыңы хайп деп кейде сондай бір танитын нәрселер бар. Бұл енді әрине бұл бәрін даттап осындай дұрыс емес жасап жатсыздар. Көш жүре түзеледі негізінде. Сондықтан әрине кино саласына келетін болсақ, хайптың керегі бар. Оны әлемнің үлкен студиялары бәрі көрсетіп отыр. Негізі қазір былайша айтқанда енді анау бәсекелестік көп қой. Адамның назарсыздығы үшін саған бір назар аударсын, сенің өніміңді тұтынуға. Біз қазіргі кезде сондай ақпараттық бәсекелестіктің енді шыңын білмеймін, бірақ сол бір өрлеп келе жатырмыз да көп жағдайда. Жалпы менің көзқарасым жеке, көбіне мына хайпты былай айтады да, қазіргі заманда ақпарат ағымы тым көп. Бұрынға қарағанда 100 есеге дейін асып кетті мысалы. Міне осы ақпараттың ішінде өзіңді осылардан ерекше етіп көрсету деген сияқты. Жаман көрсе, ол солың бір құрал ғана. Жаман көрсету ма, жасы айтқандай, сайқын мазақ көрсету ма, тағы басқа деген сияқты. Ол енді әркімнің өз таңдауы деген сияқты. Мен мына нәрсені айтқым келеді да, мысалға, осы тақырыпқа дайындалу барысында мен әртүрлі әлеуметтік зерттеулерді, жалпы шетелде қалай деген нәрселерді қарап шықтым. Сонда Голливудтың берген мысалға мәліметтеріне сәйкес жылдан жылға жалпы мысалы мына киномаркетингке елдің арасында дұрыс идеологияны, дұрыс көзқарасты қалыптастыру үшін бөлінген ақша қыруар ақша. Мен мысалға нақты мәліметтерге айтайыншы, мысалға 2019 жылдың өзінде мынау Marvel бар ғой, Мстители дегеннің өзіне жіберген ақшасы $200 миллион. Неге жіберген дейсіз? Тек қана маркетингке, киномаркетингке жібергені. 200 миллионы тек қана жарнан қатты үнемдепті. Қатты үнемдепті. Мысалға мен жаңа осыны айтқым келіп отырды. Дәл осындай былайынша бюджет күннен күнге, мысалы олардың есептеуі бойынша, күннен күнге артуда. Бұған дейін олардың сосын заңды түрде мынадай нәрсесі бар. Мүмкін сіз кинорежиссер ретінде осыны айтып беріңізші, ара жігін ажат. Оларда міндетті түрде киноның бюджетіне съемка, монтаж, актерлер дегеннен бөлек міндетті түрде жаңағы оның өзінің жарнамасына 25%-ын бөліп отырады. Бізде ондай бар ма? Бізде ондай жоқ па?
не істеу керек, дұрыс па дұрыс емес па, қаншалықты осы нәрсе маңызды? Білмеймін. Сіздер мысалға сіздер міне соңғы жамбылда алайық жоқ, ол біздің мемлекетте ол жоқ қой, ондай. Ол фильм бізде мынандай ғой, қараңыз. Бізде фильмді түсірілім алаңына шығу бізде романтикалық бір сипатқа ие нәрсе. Ол режиссер болсын, сценарист болсын, актер болсын, продюсер болсын, ол ойлайды, қазір түсірілім алаңына шығып, сторисқа, инстаграмға салсам, хлопушка, кайф дейді да. Ешкім түсірілім біткеннен кейін басталады негізгі жұмысты ойламайды. Негізгі жұмыс түсірілім біткесін басталады. Постпродакшннан кейін, постпродакшн басталды ма, бітті, енді қырғын басталды. Енді сен ана базардағы нарыққа шығаруың керек қой фильміңді. Осы жерге келген кезде ақша жоқ, нөл ақша. Өйткені ол біз қазір киноны екіге бөліп қарайық. Коммерциялық кино деп қарайық, және мемлекеттік тапсырыспен мемлекеттік тапсырыспен түсіретін фильмдерде, оны мен айтып отқан жоқпын, аузым жаман болмасын, бәрі біледі, бөлінбейді оған ақша. Жоқ ол жерде ақша маркетингке. Бір. Ал енді мына коммерциялықта бар. Коммерциялықта енді ол бар болса да бар, жоқ болса да жоқ болады, ол өзіне керек дүние ғой. Бірақ жаңағы сіз айтқандай 25%, 50% дегенді мен білмеймін. Мен білемін, бір кейбір фильмдер 100%. Бірге бір маркетинг жасайтын фильмдер бар болған, мысалы Голливудта ше. Ол жаңағы студиялық DC, Marvel-дардың фильмдері, аттракцион фильмдерге қатысты дүние. А бізде ондай біздегі айтып тұрмын ғой, жаңағы маркетингтің сиқы хайп қой. Брактермен төбелестіріп сыртынан түсіріп алу. Осы да жағынан ғой, мысалы мен хайп дегенге қарсы емеспін. Бірақ хайп деген нәрсе тек қана негативқа құрылса, ол адамдарды ақымақ қылу ғой. Мен мысалы адамды манипуляция жасаудың түрі деп есептеймін хайп деген нәрсені. Сен ақымақсың, мен сені алдап тұрмын, сен алданасың, енді осы арқылы мен кинома кел деген мен қарым-қатынасты байқаймын да. А оған ол меніңше көрерменді менсінбеу, ақымақ қылу. Егер көрермен мен кино өндірушілердің арасында саналы қарым-қатынас болса, және маркетинг ол белгілі бір адамзаттық құндылықтарға құрылса, яки болмаса адамда бір эмоционалдық бір қызығушылықтар болады ғой психологияда, соған жасалса кәсіби тұрғыда мәселе жоқ. Ол жерде жаңа негативтік хайп болма, позитивтік хайп болма проблема. Хайп дегенде қандай кейс туралы айтылып жатыр? Мен соны түсінбей тұрмын. Мен мысалға мына нақты қандай кейс туралы? Жоқ, ол көп ақ қой, мысалы бір актер аны басқа өндіруші актермен төбелесіп қалды өткенде алдында. Киноға шақыру үшін? Сөйтіп студияға шақырды. Кітік арнасына. Кімдікі ма, миллиондікі ма? Иә, якобы ұрысқан сияқты. Енді орысша айтқанда коню понятно, это прикол, мысалы ше. Бірақ соны үлкен республиканың арна шығарып, яғни киноның жарнамасы тек қана хайппен құралады дейді. Ол сондай форматта деген сөз емес қой? Жоқ. Бізде 100%-ға жоқ сондай. Сіз маған айтыңызшы, ондай емес формат қандай болды? Мен мына нәрсені сұрағым келіп отыр. Өткенде Жанасыл форумның кезінде бір жақсы статистика келтірді. Осы біздің кинотеатрларда билеттің сатылымы. Міне, ол бәрі коммерция ғой, мысалға, жалпы статистиканы біз қалай білеміз? Қаншама билет сатылды, қаншама адам келді, көрді деген сияқты нәрсе. Сонда сіз қателеспесем, Голливудтың фильмі бір-ақ жерде ме, екі-ақ жерде ғана неде, қалғанның барлығында қазақша фильмдер кассада. Қазір соңғы 6 айдың статистикасын жаңа көшіріп алдым. 6 айда Джокер ғана бірінші орынға шықты, то есть 6 аптада Джокер ғана бірінші орынға шыққан. Басқа жердің барлығында касса жинаған ол қазақстандық кинолар екен. Ол Заманбек, Алаяқтар, Менің папам Тигр, Кетік бәрін таста. Бәр жерінде қазақша кинолар. Сосын мен тағы да 2023 пен 24-тегі касса жинаған кинолардың тізімін шығардым. Так, пайызбен білмеймін, но алғашқы ондықтардың почти барлығы екеуінде де Қазақстан кинолары. Тек жаңа не бар, мына жерде Пейш бар екен, Қырғызстан киносы. Приговор бар екен. Приговордың өзі біріккен кино, қателеспесем. Қазақстан мен Қырғызстан бірге түсірген кино. Енді осы жерде айтайықшы, көп статистика, мысалы қай кинолар? Бәрі комедийный кинолар ғой? Негізінен әзіл туралы кинолар, тек бір ғана кино жақсы касса жинады, былтыр Қазақстан түсірген. Дәстүр емес. Дәстүр жинады, ең бірінші шаблон бұзған осылар болды. Жалпы, жаңа хайп туралы айта кетейінші. Бұл жерде тек бір балалардың әрекет арқылы барлығы тек хайпқа құралған деп айтуға болмайды. Бірінші кезекте бізде шыны керек өзімізде түсінік болды. Қазақтар кино түсіре алмайды деген. И плюс кино түсірушілерді қазақтар Қазақстан киносына бармайды деген түсінік болды ғой. Сол нәрсені бұзған Қоянбаев болды. Ол не арқылы бұзды? Ол жеке өзінің танымалдылығы арқылы бұзды. Өзінің, яғни ол танымал адам кино түсірді. Кәдімгі Ресей бар, бізге бар, енді үлкен танымал жігіт. И сол өзінің атына құралған, өзінің имиджі арқылы ол касса жиналды, кәдімгі шаблон бұзды. Содан кейін барып біздің нарықтағы балаларда, жігіттерде қазақша кино түсіріп касса жинауға болады деген түсінік пайда болды. Ал көрермендерде
қазақша киноға баруға болады деген түсінік пайда болды да. Бұған дейін білесіздер ғой, кәдімгідей кинопарктерде тек қана шетелдік кинолар тұратын, ресейліктер өте көп болатын, қазақстандық кино мүлдем болмайтын, кәдімгідей өте сирек көретін ек. Енді келесі кезекте мысалы тағы бір шаблон бұзған ол дәстүр болды, комедия болмаса да кәдімгідей кассаны жақсы жинады. Олардың бәрі қандай ход пайдаланды? Олар әнді өте пайдаланды. Дәстүрде қарасаңыз, кино басталар алдын, кино басталғаннан кейін именно нақты осыған құралған, осыған негізделген клиптерді шығарып отырды. Кәдімгі кезегімен шығарып отырды. Ол әннің бәрін орындаған балдар да танымал әншілер болды біздегі. Және олардың бір несі подкаст темасын өте әдемі пайдаланды. Дәл қазіргі уақытта бізде подкаст актуальны ғой. Инструмент тақырыпта осы киноның форматына келетін. Олар кино болады деп айтқан жоқ. Бірақ осы тақырып бойынша өте күшті әңгіме құрады. Кәдімгідей бірнеше ай бойы талқыланды, аналар жерде айтқан оқиғалар кәдімгідей медиада өте жақсы танымал болды. Солай келді да, қазір енді байқасаңыздар, кино шығара алдын міндетті түрде әншілер Қоянбаевтан бастайды, Тың студиядан, одан кейін жаңа хабардағы кешаларға барады, одан кейін басқа подкаст алаңдарына барады. Біреулері шоу форматта бірдеңе жасап жатыр. То есть қазір әркім өзінің киносының форматына қарай халыққа жетудің түрлі жолдарын әдейі пайдаланып жатыр. Бұл жерде тек қана хайп емес. Сіз айтқан хайп ол миллионның жасаған бір несі болды. Миллионға ол келеді, өйткені олар блогерлер, олар квенчиктер, ана істеп отқан адамдар өздерінің достары деген секілді өздерінің форматына сай дүниені жасап шығарды. Мен осы жерде Думан мына нәрсені талқылап осы мәселе бойынша ақылдасқым келеді да. Мысалға коммуникация саласында жүргеніңе бір 10 шақты жылдан асып кеткен шығар, иә? Өте карман, иә. Ол жасқа қатысты емес деп айтайын ба? Белгілі бір жобаның, кинода жоба ғой, иә? Соның жалпы мысалға мынау қазақстандық нарықты жақсы білесіз, иә? Мысалға осы киноны жоба ретінде қарастырған кезде қандай инструменттерді пайдалану керек еді, қалай тиімді болар еді, не істеу керек? Бізде кино дегенде бәрін экранға шығаратын нәрсені бәрін кино деп атап кеткен ғой негізінде. Олай емес па? Енді мен емес баға беретіндей, бірақ көп жағдайда мысалы киноны критика жазып, сын жазып, зерттеп, ғылыми тұрда. Олардың айтуынша көп жағдайда әрине ол кино емес. Кейде КВН-ді, в общем, просто бір сюжет жасап, алып шығып, соны кино қылып, созбалап, мына жағы кино, ан жағы кино деген сияқты нәрсеге келтіреді. Бұның айыбы жоқ. Бұл әрине жас нарық болғандықтан, жас сондай бір тренд болғандықтан ондай үрдістер болады. О баста бізде егемендік алғаннан кезден бастап біздер андай бір бағдар алатын нәрсе ол Голливуд дейді, мысалы. Вот Голливуд осылай жасап жатыр. Бізде упрощенное понимание, мысалы, Голливуд и Қазақфильм. И вот Голливудтың жасаған нәрсесін неге Қазақфильм жасамайды дегенге келтіреді, бірақ түсінбейді, ол Голливуд деген ол индустрия. Оның ішінде киноны түсіретіндер бар, киноны сататындар бар, киноны сатып алатындар да бар, киноға страховка беретіндер де бар. Оның ішінде көп деген майда бөлшектер содан құралады. Егемендік алғаннан кейін бастап бізде идеологический вакуум болды, мысалы, да, айтқанда. Я әрине біздің ұлттық идеямыз егемендік болды. Осыған көп нәрсе енді уақыт та, қаржы да бәрі жұмсалды. Сол кезде біз идеологиямызда егемендігі қай жерден іздейміз деген сұрақ туды да, и барды да $30 миллион барып түсірді. Көшпенділер ма? Кочевники, да. Көшпенділер ғой. 30 миллион алып та сояққа салды. Бірақ экономикасын қарасына, ол жерде 30 миллионның именно түсірілімге түскен ақшасы 30 миллион емес. Шыны керек. Ол жерде техникасын жаңартты, бүйтті, сөйтті, в общем, көп нәрсе жасады. Бірақ тренд қандай болды? Тренд біз өзіміздің егемендігімізді көрсетуіміз керек, осындай бұл мүмкін дұрыс, мүмкін бұрыс жасалды. Бұған әлі баға беру ерте деп ойлаймын, но дегенмен көп жағдайда бұл кино нарығын екіге бөліп тастады. Мемлекеттік кино
иә мемлекеттік емес кино, мемлекеттік емес, жекеменшік кино. Мемлекеттің ол кезде ақшасы көп болды, оларды басып алды. Тарихи кино түсірді, сериал түсірді, ананы түсірді, бір адам туралы көп кино түсірді. Сонымен неше 6-ма 7-ма болады деп айтады ма? иә, олар көп болады деді, енді үшеуімен тоқтап қалды шамасы. Көп қаражат жұмсалды. Бұл қаражаттың соңында енді нарықтың ішінде жұмыс жатқан адамдар бүйтіп қарайды ғой, қай жерде ақшасы бар, қай жерде қызық емес деген нәрселерді. Сонымен нарықтың белі екіге бөлінді. Мемлекеттік тапсырыс бойынша жасайтын кинолар, коммерциялық. Нарық деген нәрсе өте қатал. Оның заңдылығы бір, саған или келеді көрермен, или келмейді. Бізде көп енді саяси процестердің соңында адамдар протест жасап ретінде көп жағдайда мемлекеттік емес киноларға баратындай сондай бір өзінің протестін шығарам деген сондай үрдіс жасады. Ол жерде қызық емес, бұл екінші сұрақ. Күлкілі, иә. Көруге бола ма? Иә. Настроениені көтере ме? Иә. Бір түйін ойға бір нәрсе түсі ме, ол жағы уже маңызды емес деген ол жағы маңызды емес болып кетті. Мемлекет кей жағдайда осыншама енді салық төлеушілердің қаражатын жұмсап отырып, сізбен біздің деп. Иә, сізбен біздің көп жағдайда алтта тақырып шеңберін өте тайыз қылып тастады. Тарихтың ішінде еще өзінің бір листі болды. Қандай бірді события болсын. Мысалы, желтоқсан туралы біздер көп айтамыз, бірақ бір кино түсірілді ме? Бір кино бар ма десеңші? Алла-жардан басқасы. Жоқ, шынымен, былайша айтқанда, ол біздің бітеу жарамыз ба? Ол туралы түсіруге болушы ма еді? Если осындай нәрселерге қарайтын болсақ, енді идеология тұрғысынан, коммуникация тұрғысынан, сіз айтасыз, мысалы, кейін мемлекетте отырған адамдар ойлайды, почему біздің контент осынша қанша ақша жұмсаймыз? Жұмсайды, шын керек, жұмсайды. Оның условиясында жасап береді, мысалы, да? Ол ақша беріп тұрып, сені оны қайтар деп саған талап қой, бұл әлемдік нарықта нонсенс нәрсе негізінде, былайша айтқанда. Бірақ дегенмен сұранысқа емес. Бұл прокол. Неге? Оны бір тағы да бір-екі подкаст можно записать. Жоқ, неге деген сұраққа мен жауап беруге менде бір-ақ ответ жоқ. Бірнеше. Иә, екі сөзбен айтатын болсақ, бұл жерде адамдармен, мысалы, қарапайым адаммен мемлекеттік идеологияның арасында, мысалы, осы кино бір-бірін бір байланыстырып тұрады-ау деген үміт үзілді. Қай жерде үзілді, оны әлі ешкім оны былай нақтылап, зерттеп, оны жіліктеп, оны ешкім айтып жатқан жоқ. Ал мысалы қазір сіз Жанасыл мырза айтып кетті киноларды, касса алған. Арасында бір де мемлекеттік тапсырыспен жасалған кино жоқ. Шыны керек. Опять ол результат, ол нәтиже, осындай нәтижеге келдік деген нәрсе. Маркетинг болсын, оның продвижениясы болсын, арасында хайп болсын, оны жасауға кез келген емес, бірақ көп коллектив, шығармашылық коллективтер, топтар, оны жасауға дайын, қолынан келеді. Бірақ қызық па, қызық емес па, ол екінші сұрақ бұл жерде. Ол неге жасалмайды деген нәрсені қойсақ мысалға. Жаңағы нәрсе ма, мысалға Жанасыл мырзаның айтып отырған дүниесі ма, оған өйткені мемлекеттік тапсырыспен жасалған фильмдерде жалпы оны ары қарай халыққа таныту уақытында ешқандай бюджет қарастырылмаған деген нәрсе. Бұл бюджет бұл жерде бюджетке тірелген нәрсе жоқ. Бюджетке тірелген нәрсе, сіз ойлайсыз, мысалы, осы коммерциялық жолда жасалған кинолардың барлығы осылай бәрі бюджет салып, бір қыруар қаржы жұмсап жатыр ма деп. С деньгами все герои. Ты попробуй без денег. Көбісі сондай қағидамен жүр олар. Таныс, паныс, ана жерде бір креатив қосып, анау қосып, мынау қосып деген сияқты. Ол жерде, мысалы, кинопаркқа барып, входнягын төлеп жасап атсаң, бір жолы, оны еще тапсаң ол ақшаңды. Басқасы енді кинопаркпен шектеліп қалмайды ғой. Сондықтан көп жағдайда олар действительно бір тиынсыз жасап отыр көп нәрсе маркетингтердің. Көп жағдайда. Неге сондықтан олар подкаст жазады, бүйтеді, сөйтеді. Еңбек.
А былайша айтқанда маркетингді бізде тағы да кішкене бұрыс қарайды да маркетинг деген нәрсеге. Коллаборациялар аз, бизнестермен коллаборациялар аз. Мысалы, жаңағы Марвелді алатын болсаң, олар уже о баста түсірілімге шықпай жатып, уже легомен контракт уже қойып қойған, сникерсіне сатып жерген, кока-коласының этикеткасында жүр олар. Вот это маркетинг. Бізде неге ол жоқ? Білмеймін. Қызық емес? Мысалы, сіз енді кино режиссерсіз ғой, сценарист. Жандос мырза режиссер, ол продюсерлардың жұмысы. Мемлекеттен заказ алып жұмыс жасап көрдім осы кино, мемлекеттің киносын тапсырыспен. Мен тікелей алған жоқпын, бірақ алған компанияға мен шақырылған режиссер болып істедім. Ол жерде ситуация қалай болды? Мен жасадым. Қалай ситуация? Мен жасадым. Жоқ, просто мен осы жерде отырып жасамайды. Негізінде, былайша айтқанда, процессі, былайша айтқанда, нормально, объективно, адекватно. Он жерде бір сенің қол аяғыңды байлау деген нәрсе жоқ, негізінде. Бірақ мемлекеттің ақшасы болғандықтан әрбір тиынына жауапкершілік үлкен. Сметада маркетинг бойынша, пиар бойынша қарастырыла ма ақша? Немесе сметасын былай қоя тұрайықшы. Это бизнес, который построен на расходах. Хорошо. Не на доходах. Все зарабатывают. Яғни олар бері кері қайтатын ақшаны есептемейді, оған басын ауыртпайды. Кім? Мемлекет. Мемлекет жоқ, қазір ондай талап жоқ. Ол жерде қандай нәтиже болады? ТЗ жазылады ғой, кез келген дүниеде, кез келген жобада. Осыны осыншама адам көру керек дегенде не жоқ па? Жоқ, ол вообще негізінде бұл рулетка. Келе ма, келмей ма деген сияқты. Енді ондай талаптар болмаса, яғни KPI болмаса, олар адамды қалай таңдайды? То есть тапсырма орындайтын адамды қалай таңдайды компаниялар? Кино мемлекет кино тарапынан фильм түсіргенде оның негізгі көрсеткіші бюджет жинау ма? Идеология? Идеология. Мектептерге балабақшаға ақша бөлінеді. Мектептерге балабақшаға кітапханалар қанша ақша бөлінеді жылына? Жандасынан қара. Жоқ, қарамаймыз. Жаңа сұраққа жауап беріңіз бірінші. Оны білмеймін мен, ол садикке қатысым. Міне, егер мемлекет тарапынан кино түсірілсе, олар идеологиялық мақсатты көздейді, мемлекет. Дұрыс қой? Демек, олар не істейді? Мысалы, оған былай цифралы жауап береді. Мемлекет тарапынан түсірілетін фильмнің бюджетімен қарапайым компаниялар түсіретін фильмнің бюджетін салыстырасыз да, содан кейін осы жерден нәтиже шығара бересіз. Қарапайым кинолардың мақсаты ақша табу. Мысалы, әлеуметтік желіде не үшін адамдар негатив пост пікірлер көп жазады? Бұларға ақша табуға бәрі кірісіп кетті, кино емес ақшаны ойлайды дейді да. Енді ақшаны ойламағанда нені ойлайды ол? Мынаны айта кетейікші, идеология қатысын айта кетейікші. Идеологияның мақсаты не? Халыққа сол бір ойды жеткізу, дұрыс ойды жеткізу деп айтайық. Бірақ сен жасаған дүниеңді халық көріп жатқан жоқ қой. Демек сен точкаңа жетіп жатқан жоқсың ғой. Жоқ. Сенің өнімің кімге керек сонда? Міне қараңыз. Мысалы мына Қажымұқанды бір алып қарасақ, барған жоқ. Бұл кинотеатрға бармады ғой. Бірақ бұның өмірі әлі алда ғой. Бұны телеканалдардан көрсетеді, бұны ютубқа салады. Сосын негізі ауылдық көрермендер көбінесе телеарна арқылы сөйтіп көрсетеді. Негізі мемлекеттік идеологиялық тұрғыда түсірілетін фильмдер, бұлар қазіргі мына спринтер емес, олар марафондыққа арналады. Мына фильмдер, бұлар спринтерлер мыналар. Мынаны сен 2 жылдан кейін көрмейсің, 1 жылдан кейін көрмейсің сен. Қажымұқан сен 5 жылдан кейін көруің мүмкін. Алдағы уақыттарда оқушыларға көрсетуің мүмкін, осы турасында сабақтарда талдануы мүмкін. Түсіндің бе? Осындай мақсаттар жасалады. Бұл жерде ара-жігін ажыратып алу керек қой. Идеологиялық фильм, сен қандай фильм түсіріп жатырсың? Идеологиялық фильм. Маркетингке Жеке, смотри, маркетингке келетін болсақ, ұлттық кино қолдау қорында мынандай талап, не бар, механизм бар. Олар шынымен о баста сен бюджетіңді қорғаған кезде олар айтпайды, мысалы, маркетинг қайда деп айтпайды саған. Ол жерде саған бірінші на производство ақша бөледі, сосын сен оны дұрыстап жасап бересің, сосын айтады, хорошо, бұны сен қай жерге көрсетуге не шықты соңында? Кинотеатрға баратын бар ма, жоқ па? Сосын сен кинотеатрлармен келіп сөйлесесің, дистрибьюторлармен. Олар да тоже кез келген киноны алады да кинотеатрға салып қоя бермейді. Олардың да пайызы бар. Олардың пайызы, сосын олар айтады, мынау жаным-ау, мынау болмайды, мынау киноны көрсетеміз, бірақ адам келмейді деген нәрсе, олардың өздерінің несі бар. Сосын олар егер кинотеатрға шығатын болса, ана сол орталықпен екінші договорға қол қоясың. Называется ол, в общем, короче, прокат и, в общем, соның ішінде маркетингтің бюджеті, ана кассаға шығады ғой, кассаң шығады ғой, 20 миллион жинадың ба, 10 миллион маркетингке жұмсадың ба, соны минустап береді олар.
но оны тоже ол жерде қағаздың жұмысы көп. бұл жерде Жанаділдің айтып отқанын мен түсініп жоқ, негізінде мемлекетке былай жала жауып олар маркетингті ойламайды, бүйтпейді, сөйтпейді деп оны нельзя оны айтуға. Ол шындыққа сай емес негізінде. Просто көп жағдайда продюсерлер болсын или компаниялардың басшылары олардың жұмыстары производство жасады ма? Болды, ақшасын алды. Он дальше не заинтересованы жасауға. И это же не ответственность государства. Ол мемлекеттің уже несі емес қой. Өзі мемлекет каждый жетектеп жүрмейді ғой. Онда мынадай сұрақ. Фильм жасалды, мақұл, марафонға деп айтайық, иә? Мысалы, Оян Қазақ жақсы не берді мысалға, иә? Жақсы. Исключение. Исключение деп айтайық, басқа деп айтайық. Берді. Мына Қажымақан бар. Авторлар талантты өте. Тамаша, керемет. Енді қараңызшы, былай айтайық біз. Марафон болсын, басқа болсын, продукт бар ма? Продуктты халыққа жеткізудің инструменттері бар ғой. Госмашинаны айтасыз, мысалға, иә, жалпы, мысал ретінде айтайық. Ресурс деген көп қой. Иә. Ресурс көп. Подкаст пайдаланды ма, мысалға, дәстүр, иә? Дәл сол нәрсе ол госмашинада жоқ деп айта алмаймыз ғой. Әлеуметтік желісі болсын, дәстүрлі ақпарат құралы болсын, басқа болсын, көше баннерлер болсын, пәлен болсын, түген болсын, барлығы бар да. Егер де біз сол фильмді жасадық, сапалы, идеологиялық тұрғыдан керемет нәрселерді халыққа, иә, мысалы біздің ұлттық құндылықтарымызды жеткізетін нәрсе болатын болса, неге оны халыққа жеткізбеске? Неге осы туралы ойламасқа? Ол Жандостың жаңа айтып отқандардың бәрі андай не секілді да. Ұсыныс жасалған кезде концепция жазылатын сөздер бар ғой, тура сондай да. Жоқ. Әдемі көркем жазылады да. Жоқ. Но сен жасаған өніміңді ешкім көрмесе, ол мынандай ғой, қара. қазір көрмеген адам ұзақ мерзімде де оны көрмейді. Оны көреді. Мысалы, мынандай мәселе. Қазіргі формасында мемлекет тапсырыспен түсіретін фильмдер бәсекеге қабілетсіз. Оны мойындау керек. Иә? Ол жерде жаңағы маркетингке бөлінетін ақшаның жоқтығы, содан кейін белгілі бір деңгейде Думан мырза айтқандай коммерциялық мақсаттың жоқтығы деген сияқты нәрселер бар, иә? Бір жерден екі жол болады. Біріншісі агрессивті маркетинг, жарнама. Мысалы, мемлекет мұғалімдерді міндеттейді. Мысалы, ең жаман маркетинг. Масқара ғой, ол масқара. Немесе мысалы, қазір аймақтардағы театрларды біз барып көріп келдік қой, аймақтағы театрларда ОМОНдар бар ғой, солдаттарды апарып отырғызып қояды театрға, толтырып отыру үшінші. Міне, осы жерден жылауға болады деп айтайын ба? Бір, иә, ертең немесе бұл советтік модель, Госкино деген модель болған баяғы. Госкиноның өзінің ол кезде кинотеатрлар желісі Госкиномен қарамағында болмаса бірге жұмыс істейтін, иә? Бізде кинотеатрлар желісі олар жекеменшік қой. Содан кейін ол жерде сен енді тарихи фильмдерің егер жаңағы өте керемет гладиатордың деңгейінде түсірілмеген болса, ол көркем жаңағы қуаты аздау болады. Тарихи фильмдерге қатысты мен айтып отырмын. Мемлекет тарапынан идеологиялық түсіретін фильмдердің көбісі жанр тарихи болып келеді. Және олар салыстырмалы түрде өте арзан ақшаға түсіріледі. Мысалы, сіз қараңыз, иә, Марвелдің кез келген фильмнің орта бағасы шамамен 190 миллионнан 205 миллионға дейін. Марвелдің заманауи фильмдері. Енді қараңыз. Қазақстандағы екі нарықты салыстырайықшы, мемлекет пен частныйды. Енді қараңыз. Гладиатор деген фильм бар, иә? 100 миллионнан астамға түсірілген, немесе Храброе сердце деген 70 миллионға түсірілген, 72 миллионға деген сияқты долларға. А бізде, мысалы, Қажымақан сияқты фильмдер айналып келгенде қанша миллионға түсіріледі? 4-5 миллионға түсіріледі. Бұл Шанель компаниясының духиінің ақшасына жетпейді, жарнамасына жетпейді бұл ақша. Енді біз Гладиаторды көріп алғанбыз, Аватарды көріп алғанбыз, 350 миллион долларға түсірілген. Сөйтеміз де Қажымақаннан Аватардың сапасын күтіп отырамыз. Содан кейін ол әлбетте жинамайды. Өйткені бізде тағы бір фактор бар. Бұл өте қымбат ақшаға түсірілді, біздің меркемен салыстырғанда жаңасы. Бізбен салыстырайық. Бірақ әлемдікпен ол копейкаға түсірілді. Бірақ біздің халық тарихи деген кезде әлемдік стандарттарды сенен талап етеді. Сен оны бере алмайсың. Дұрыс қой? Бере алмайсың. Енді қараңыз. Бұл ақша көп ақшаға түсірілгеннен кейін қазақстандық салыстырмалы түрде ол кинотеатрда ешқашан жинамайды ақшасын. Халықтың факторы аз бізде. Сондықтан аз ақшаға түсірілетін коммерциялық фильмдер ақтайды өз-өзіне. Түсінесіз бе? Сосын оның жанры бөлек. Жаңағы Нұрлан Қоянбаевтың имиджі деп отыр ғой, немесе хайптар. Мен көргенім мынандай фильмдер көбінесе хайптар. Мен аттарын атап қазір әріптестерімді неғылғым келіп тұрған жоқ, бірақ мен білем, 10 фильмнің 8-9 хайпқа құрылады жарнамалары. Өлсеңіздер өліп кетіңіздер, тура солай. Ол жаман ба? Ол жаман. Мен оны көрерменді ақымақ қылу деп есептеймін. Жоқ, енді қараңыздаршы, мен жалпы осы фильм туралы айтқан кезде, әрине оның екі мемлекеттік немесе коммерциялық деген сияқты екі бағытта болатынын шамамен бағыттаған тұғым. Сосын мен осы бойынша жалпы әлеуметтік зерттеулерді қарадым. Сонда The Reporter'дың мәліметінше былай қарап отырсаңыз,
идеологиялық фильмдерге мысалға иә ақш пен Еуропа елдерінде жаңағыдай міндетті түрде оларда жаңағы телеинтервью ток-шоуларға қатысу, яғни идеологиялық фильм түсірілетін болса міндетті түрде жаңағы олардың каналдарында мысалы иә рейтинговый каналдарында ток-шоуға міндетті түрде қатысу, аудио подкаст тағы басқа қай елді айтып отырсыз? ақштың ақшта идеологиялық тұрғыда фильмдер мемлекет тарапынан қаржыландырмайды ғой. Қараңыз, мәселе мынада идеологиялық фильмдердің жаңағыдай несі бар, арнайы бөлек оның халыққа жеткізу инструменттері бар. Сол жағынан осы соңғы 10 жылдықты алған кезде олар айтады, міндетті түрде фильмдер түсірілетін болса, олар міндетті түрде рейтинг... Ол тарихи фильм түсіргендер де барып жатыр, авторлық фильм түсіргендер де барып жатыр, түрлі жаңағы телеканалдарда, түнгі студиядағы бірдеңелерге. Бұл жерде сосын мына нәрсені біз ұмытып кете береміз да, көрерменнің талғамын. Көрермен бізде көбінесе өзі басым көпшілігі комедияға барады, ол факт қой. Факттан плевать, на наши чувства деген бір сөз бар, біздің сезімге түкіргені бар. Ол цифрлар сөйлеп тұр. Көрермен жақсы көреді комедияны, болды. Сен барып миын ашып, өзгертіп настройкасын, енді тарихи фильмге бар, мемлекеттік фильмге бар деп айта алмайсың ғой. Оян қазаққа барды ғой. Ол исключение деп тұрмын. Өзі әсіреп кәдімгідей патриотизм бар ол жерде. Дәстүрге барды. Бір ғана ситуациялар, екі ғана ситуациялар. Бұл жерде мынандай нәрсе да, егер көрермен өзі көбінесе, мысалы мен көп нәрсені көретін, оқитын, монитор жасаған кезде мынандай сөздер айтады. Бізде неге комедиялар түсіріліп жатыр? Бізге неге тыйым салмайды комедияға дейді да. Бірақ сол адам, мен білемін, сол адамдар өздері комедияға барады, бір аптадан кейін комедияда кинотеатрда отырады жалаңдап. Не сен 200-сің? Иә? Не сен әдейі істейсің? Мысалы сен шынымен комедияға қарсы болсаң, арзан комедияларды айтып отырмын мен бұл жерде. Сен онда бармай ғой оған. Сөйтіп арнайы түрде, саналы түрде отандық өнімді қолдан алған сияқты барып, нені қолдан, тарихи фильмдерді қолдан да. Сөйтіп өзгеру мүмкін. Содан кейін Жанасылдың айтқысы отырған мына нәрсе. Фильмнің сапасы. Фильм егер жақсы болса, менің өзімнің теориямда фильмнің өзінен артық маркетингтік құрал жоқ. Егер фильм күшті болса, оған көп траштанып, маркетинг жасап, хайп жасаудың қажеті жоқ деп ойлаймын мен. Бұл жерден тағы бір проблема шығады. Оның көркемдік деңгейі. Сценарий, техникалық орындалу, режиссура деген мәселе. Бұл енді ол біздердің қателігіміз. Режиссерлардың, сценаристердің біліктілігінің жетпей жатқаны. Жаңа ғана сөздің басында айтып кеткен Гладиатор сияқты, Аватар сияқты, Титаник сияқты көркемдік деңгейі жоғары дүниелер жасай алмай жатқанымыз. Осы. Мысалға қараш, әлеуметтік желіде жаңағы бір сарапшы ретінде Жанасыл өзің білеміз, иә? Мына нәрсе, комедияға халық, иә? Әлеуметтік желіні ашып қарасаңыз, қайсысын да ашып қарасаңыз, жаңағыда арзан, күлкі, тағы басқа деген сияқты көп, негатив көп. Бірақ негатив мен позитив көп. Комедияға қатысты айтып отыр. Комедияға қатысты мен де айтып жатыр. Ал енді мына нақты фактілерді қараңызшы, жаңа өзіңіз келтіріп кеттіңіз, кассада барлығының баратын сол. Бірінші кезекте адамдар киноға демалу үшін барады. Сен бар бірдеңеге қайғырып, бірдеңе алам деп бармайсың, сен просто демалуға барасың. Сол үшін адамдар бірінші кезекте комедияны таңдайды. Неге онда оян қазаққа адамдар демалу үшін бар ма? Жоқ, ол жерде маркетинг өте жақсы қолданды, жоспарсыз маркетинг. Дәстүрде олар кәдімгідей жоспармен жасады. Кәдімгідей маркетингті жоспармен жасады. Сонда маркетинг жақсылай жасалса адамдар демалмай үшін де бара береді? Жоқ, мынандай нәрсе бар. Жоқ, сезімге тию ғой жерде, мынандай нәрсе бар. Мысалы, менің балам айтты, неге оян қазаққа мені алып баршы деп, 12 жасар балам айтты. Демек оған тиіп тұр ғой. Сосын андай сөз бар ғой, түсінбеген адам емес, түсіндіре алмаған адам кінәлі дейді да. Сен өнім жасадың ба, ол қанша мықты болса да, оны халыққа көрсетпесең, оны жеткізе алмасаң, демек ол сенің проблемаң. Бұл жерде халықтың проблемасы емес. Демек сен бір нәрселерді дұрыс жасамадың халыққа жеткізу үшін. Бұл жерде халықты кінәлап отқан ешкім жоқ. Ол халықтың талғамымен біз халықтың өзі комедияға барып жатыр ма, ол факт. Ол факт қой. Факт? Ол не проблема енді? Ол тарихи фильмге барғысы келмейді ғой адамдар, көбісі барғысы келмейді. Мысалы, салыстырмалы түрде қазір Нұри Камал жүріп жатыр, мен 100% сенемін, ол көбісі бармайды оған, ол жақсы фильм болса да. Оны көп Фейсбукте жазып жатыр. Постерінің өзі қызық емес та, қараш, постердің өзі. Мынаны айтасың ба? Иә. Жоқ, ол постерінің мүмкін. Мысалы, ең көп ақша жинаған фильмнің постері қандай болуы мүмкін? Постер қызық па? Танымал лицалар тұр ғой. Ананың әрқайсысының миллиондық подписчиктері бар. Тек қана танымалдар түсетін фильмге бару керек па? Әр кино өзінің фишкасы болады. Танымал адам арқылы, ән арқылы. Ал әлеуметтік желіде екінің бір айтатын сөзі одни и те же лица дейді да. Ал айтып отыр, танымалдарға барады деп отыр. Парадокс қой. Парадокс емес, оны сыз тастай алмайсың, ол заңдылық.
мен мына нәрсені айтайыншы, енді мақұл, осыдан сәл шамалы ауытқып деген сияқты. Анау хотя бы кинода 3 бар ғой, иә? Соның несінде жаңағы соған билет сатып алғандардың арасында, әлеуметтік желіні жаңа бастап айттық та, мен сосын сол идеяны, сол ойды аяқтап жіберсек, Алматыдан бір пәтер, 3 көлікті, бәске тікті. Инстаграмға инструмент ретінде. Мына киноға барғандардың үшін билет сатып алғандардың арасында деген сияқты, иә? Кезінде футболға да машина тігетін СССР кезінде. Билеттің несі, осы инструмент ретінде осы туралы пікірлеріңізді айтыңыздаршы. Ал? Енді жалпы мынау халық фильмнің сапасы емес, жалпы, иә, осындай бір жағайда біз көбіне, иә, осы қаншалықты бұның қандай ықпалы болады, немесе басқа фильмдерде осылай арқылы халыққа тартып алғымыз болса. Жоқ, мәселе заңды ешкім бұзып жатқан жоқ. Мынау трендке айналып кетпей ма? Айналсын. Біреу барып киноға барып пәтерлі болса, несі жаман? Сіз айтыңызшы ойыңызды. Мен ол жерде егер пәтерді мен ұтып алсам, ол жақсы, ұтып алмасам жаман. Сосын жаңа комедия көбейіп кетті дегенде мынандай нәрсе бар. Бізде сол бағыт ақша әкелетін болғандықтан, яғни сенімділік жоғары болғандықтан бар соған ұмтылып жатыр ол біріншіден. Но енді жаймендеп басқа жанрға комедия қосып пайда болып жатыр. Бұрын комедияға басқа жанрды қосатын еді ғой. Қазір мысалы басқа жанрға комедия қосып жатыр да. Тарихи дүниеге комедия қосады, немесе бір драмаға комедия қосады деген секілді. Демек бізде кино саласында екінші деңгей болып жатыр. Жоқ, олай емес, мен келіспеймін. Ол мысалы тарихи киноның қайсысы екенін айтып отырсың сен, біліп отырмын мен. Олар әуел бастан комедия жасауға комедия қылады. Мысалы бізде енді былайша айтқанда, былай кино нарық деген нәрселер бар да. Бар. Канныға барсаңыз, Кореяға барсаңыз, продюсерлар кездеседі, өз ұсыныстарын жасайды. Айтады, мысалы, каталогтарын ашады, мынандай киноларды түсірдік, бүйтік, сөйтік деп осылай ұсыныс жасайды. Ең ол жерде нарықтың, әлемдік нарықтың бір шоғырланып, өзінше бір бетке ұстар контенттерді. Мен шоу жасап отырмын, нормально ғой? Нормально. Бұл жерде... Дәл осыңызды салып қояйық десе. Бұл жерде мынандай нәрсе ғой. Біздер сондай бір дұрыс емес жасап жатырық, анамны. Все нормально Қазақстанда. Қазақстанның кино нарығында бәрі орынды, дұрыс. Бұл жерде кейде бір артықшылықтары, кейде бір қателіктер болсын, болмасын, ол нормально. Ол жерде бір айыбы жоқ. Тарихи киноларға бармайды. Хорошо, қазір көрмейді, келесі буын көрер. Көрмесе де, біз уже культурный печать қалдырып кеттік. Отпечаток қалдырып кеттік. Слепо кейс артымызда із қалдырдық дегендей. Ондай нәрсені жоққа шығаруға болмайды. Мына екеуі араласады команда. Вот сол кезде барады көрермендер. Сол кезде мен сізге мынандай нәрсе ғой, жігіттер. Кино нарықта біздер в целом әлемде үлкен трансформациялар болып жатыр. Кинотеатрға бармай жатыр, Netflix шығып жатыр, Анжер шығып жатыр, Кинопоиск шығып жатыр деген нәрселер, стримингтер әртүрлі. Кино нарықта үлкен трансформациялар болып жатыр. Біздер дейтін сол трансформациялардың ең шетінде жүрген жоқпыз негізінде. Бұны тоже айту керек. Сосын специалистер 10 жыл бұрын осынша оператор, осынша сценарист, художник-постановщик, свет қоятын адамдар, техниканың жабдықтаудың көп нәрсесі болған да жоқ. Жақында болған жоқ 10 жыл бұрын. Былайша айтқанда. 10 жыл дегеніміз мына же, міне. Клип түсіру үшін Өзбекстанға баратын еді ғой. Иә. Қазір өзбектер бізге келеді. Орыстар да бізге келіп жатыр. Сондықтан бұл жерде бізде прогресс үлкен негізінде. Кино нарықта, оның жанрларында, маркетингінде, біреу коммерциялық бағытта үлкен. Иә, мемлекеттік бұл жерде мынандай заңдылық қой негізінде. Ертең мемлекет, как Голливуд сияқты. Голливуд кезінде, мысалы, Голливуд дегенде Американың кино нарығы. Көп жағдайда олар идеологиялық тұрғыда кинолар жасады. Төлегенде госдеп барып өзінің счетынан ақша төлеген жоқ, как-то фондтар арқылы, анау бизнес-менеджментер арқылы олар төледі. Олар Американың сөзін сөйледі. Иә. 2001 жылдан кейін олар да кәдімгідей қарқынды жүрді ғой. Иә. Сондықтан да бұл жерде бір нәрсе. Қазақстанда енді қазақ мәдениет, немесе идеология саласына, ақпарат саласына жасап жатқан жұмыстарды министрліктер немесе ведомстволар болатын болса, олар
по-любому коммерческий режиссер, успешный режиссерлар келеді Қазақстанда. И келіп жатыр да қазір. Өзінің идеологиясын, сосын месседждарын, иә, мен онда мынандай сұрақ қойғым келеді да. Жалпы мысалға бізде міне айттық. Идеологиялық деген кезде біз жаңағыдай тарихи фильмдерге кетіп қаламыз, немесе коммерциялық десек, коммерциялық десек, комедияға қарай кетіп қаламыз, иә? Ендеше сұрақ, неге онда бізде мынау қазақ кітаптарының бір экранизациялары жоқ? Болады. Қашан? Болады, оның да уақыты келеді. Ол жерде кітапты бізде сонда отандық романдар, немесе біздің отандық авторлар, ол бір сондай раскрученный емес па? Жоқ, қай романдарды айтты? Соғыстан кейінгі жазушылардың бүгін айтып отырсыз ба? Тәуелсіз Қазақстан. Тәуелсіз Қазақстан ба? Тәуелсіз Қазақстан болса, болады әбден, бірақ мен оқымағым деген сөз жоқ деген сөз емес. Жаңағыдай ғой, кинодағы мәселе сияқты, мүмкін кітаптың культі бізде қатты жүрмей тұрған шығар. Бұл бір, екіншіден экранизациядан өте қиын жанр, ауыр бағыт ол. Кітаптан кино жасау өте қиын. Иә, кітаптың ритмін сақтау, оның жаңағы негізгі мақсат мәнін беру экранға, ол бөлек екеуі екі түрлі өнім ғой, әлем ғой. Осы тұрғыдан шығар. Мен бір сұрақ қойшы сіздерге, иә? Мысалы, қазір мына комедиялар жүріп жатыр ғой. Сол жерде көбісі жаңа әншілер, продюсер болады, жаңа КВН дегенде. Осыған сіздер қалай қарайсыздар? Көбісін мен негатив пікір оқимын да. Сіздердің ойларыңыз қалай осыған деп подкаст жүргізіп кетсем? Дұрыс қой. Біз бағана айттық қой, бұл сұхбат емес, әркім өз пікірін айтады, өз пікірмен бөліседі деп. Қалай ойлайсыз? Ақсыл сөз. Мен айтайын ба? Сіз айтыңыз, сосын мен айтайын. Бәрібір. Жалпы менде андай нәрсе бар. Кез келген нәрсе ол өзгеріп отыру керек. Қатып қалған нәрсе жоқ. Мынау кино емес. Мынау журналист емес деген секілді. Бізде мысалы журналист пен блогер әлі бір-бірімен қырларын мойындамайды. Ал Жайдарман КВН-ге қатысты КВН-шіктерді, мысалы кеше ғана Асылбек Аудин, Асылбек деген кісі бар ғой, актер. Сол оқымаған актерларды мойындамайды да. Мәселе оның оқымағанында емес та, мәселе ол нәтижесін беріп жатыр ма? Ол қаралымын әкеліп жатыр ма? Ол ақшасын беріп жатыр ма? Сіз площадкада сол КВН-нен келген, мысалы, базасы жоқ, білімі жоқ, адамдармен бір-екісімен жұмыс жасап көріңіз. Сосын кейін бұл жерде мынандай нәрсе ғой, мысалы, біздер кино, немесе блогерлар, мысалы, ойлайды да, любой блогер бола салады, мысалы. Мен қанша жерде блогер болғым келсе да, мен блогер болуға, успешный блогер болуға шанс өте аз. Шынымен керек, ше? Ол да өнер. Иә, ол да өнер, ол да кәсіп негізінде. Кәсіпке үйрену керек. Хирург-самоучка не очень хороший хирург. И актер-самоучка. Менің ұстанымым өте бір нәрсеге келдің ба? Вот соның как положено, я маманы, осының хотя бы основасын біліп ал, осыны қалай жұмыс жасау керек. Потому что не то что дипломсыз, білімсіз актерлер келеді площадкаларға. Ой, мен актермын, мынау көрсетеді постерларын көрдіңдер ме? Сосын алып келеді. Мына жерде осынша касса жинадым дейді. Но түсінбейді задачаны. Жоқ, бұл жерде реттейтін нарық қой. Нарыққа ұнамаса, ол қалады, келесі рет оны киноға ешкім шақырмайды. Риск большой. Енді қаншама бюджетпен қаншама жобаның ол нарыққа ұнамайтын көп актерлар жүр ғой. Жүре береді олар. Иә. Ұялмаған әнші болады деп қойып па? Просто олар қатты қазір бөлетін заман емес та қазір. Оқымаған деп. Жоқ, оқуға тырысу керек. Просто бұл нәрсе тырысу керек, иә. Жоқ, бұл жерде мынандай ғой, сіздің тезисіңіз очень простой. Типа, вот нәтиже берсе болды. Мен оған келісемін. Бірақ бұл жерде мынандай но деген нәрсе шығады да. Но сізге барып оқып келу абзал. Вот сондай нәрсені, иә. Вот сондай нәрсені біздер насихаттасақ, мұны қарсы емеспін. А былай ол жүреді, мысалы, площадкадан площадкаға. Я хорошо, бұл там жанр басқа. Сосын мына көп жағдайда, мысалы, да, біз айтамыз ғой, одни и те же лица деп. Одни и те же лица. Потому что олар сол ана бір рөлдің заложник болып қалады да. Болды, басқа рөл бермейді оған, потому что оның қолынан келмейді басқа рөл. Ол не драматургиясында шығарылмайды, ол бір текстінде бір дұрыс шығарылмайды. Ахахахихихимен актер болу, мне кажется, так себе история. Сұрақ қандай еді деген.
жалпы кешке не істейсіздер? қымыз деп айтатындай. Иә. Жоқ, бағанағы тақырыпқа осы подкасттың дайындық барысында біз талқылап отырдық қой, бағанағы тақырыпқа мамандар мәселесіне қайтып келеміз да. Жаңа сіздер сөздерде айттыңыздар, бізде мамандар пайда бола бастады. 10 жыл қалыптаса бастады. 10 жылмен салыстырмалы түрде сценаристер мәселесі, жарайды, оператор тағы басқа деген сияқты сіз өзіңіз айттыңыз, бар, бізде өзіміздің отандық өнімнің ішінде бір жақсы мықтылар бар деп. Сценаристер аз дедіңіздер, оның оқыту керек па, неге олар жоқ? Мен курс жасадым ғой, соны жарнамалай кетейін. Сіздің кітабыңыз бар ғой? Жоқ, біздер мынандай ғой, біздер бір затты сындырып алады да, сосын барып инструкциясын іздейді. Сол нәрсе бұл жерде. Сценаристерді сындырып алдық па, не істедік сонда? Жоқ, маған мысалы көп мына коммерциялық фильмдер көбісі бар ғой, маған келеді ғой негізі, бұл сценарийлері ше. Бұл жерде екі мәселе болады. Мен мыналардың көбісін 70-80%-ын фильмге дейін оқығанмын мен. Жібереді, қарап берші деп. Сосын мен әдетте енді ақыл айтудан оңай нәрсе жоқ қой, сен отырып айта бересің ғой, келіншектерін тауып ше. Сосын олар айтады, ойбай, біз 3 күннен кейін түсірілімге шығайын жатырмыз дейді. Онда маған не үшін жібердің деймін да? Оны түзетуге сендерге уақыт керек қой. Бізде уақыт жоқ дейді да. Онда маған неге жібердің? Онда түсіре беріңдер. Екінші мәселе. Фильм түсіреді да, черновой монтаж деген болады. Соны жібереді. Мен де черновой монтаждар көп нәрсе әлі көрмеген. Bir күнде көремін. Ол жаңағындай ғой, сындырып тастаған, бітіріп тастаған ғой. Шаруа бітіп қалған. Монтаждап тастаған. Енді әкеліп тұрады да. Сосын айтасың ғой, мына жерде кішкене ана кейіпкердің сәл өтіріктеу ғой логикасы, мотивациясы жоқ қана ғой. Енді терминдермен сөйлейсің ғой ана жерде. Сосын айтады, ой, біз же түсіріп қойдық қой дейді да. Демек, бізде жаңағы сіздер маркетинг деп отырсыздар ғой, м деген әріпті дәу қылып ше. Бұл жерде мәселе, әуел баста фильм түсірген кезде бізде кино өндірушілердің бәрі емес, басым көпшілігі түсірілім алаңын кино жасау өнері деп ойлайды. Яғни фильмді жасаудың негізгі шарты түсірілім алаңына шығу деп ойлайды. Олай емес қой. Қалай онда? Өзің қинап жүрсің. Сценарий ғой, мәселе сценарийді жақсылап асықпай жазылу керек қой. Мысалы, заңдылық бойынша шамамен 10-12 драфттан кейін түсірілім алаңға шыққан жақсы. Көбісінен сұрасаңыз 5-ші драфтта шығып кетеді, 3-ші драфтта шығып кетеді, 6-ші драфтта шығып кетеді. А сценарий дегеніміз ол қайта жазу. Жазу дегеніміз қайта жазу. Мен баяғыда бүйтіп ойлайтынмын студент кезінде. Ақындар отырады да тарсылдап жазып тастайды деп ше, мұқағалилар ше. Сосын маған Мұрат Ишан деген досым бар. Ол менен көбірек ақылдырақ, сол айтты ғой, жандос олар өйтіп жазбайды өмірі деп ше. Бір жазады, түзетеді. Бір апта ойланады. Қай жасында түсіндің оны? Мұрат айтты маған. 21 жасында айтты соны. Инструкция кейін оқиды. Сол сияқты ғой, сценарийде көп адамдар ойлайды ғой қазір. Сосын продюсерлер бүйтеді, сен сценаристсің ғой, бір аптада жазып тастамайсың ба дейді да. Сосын ана адамның эгосына тиеді ғой, мен сценаристпін деп жүр ғой өзін, бір аптада жазып тастайды ол. Сәйкесінше ол өте нашар сценарий. ChatGPT арқылы. Білмеймін немен жазады. Қазір ChatGPT-мен жазатындар бар, ол түсініп қойды оны қайтып жазатынын. Екі сөйлеммен түсінесің. Иә. Сондықтан ол жазу, сценарий дегенді қайта жазу керек, драфт көбею керек. Сосын түсірілім алаңынан кейін монтаж кезінде бүкіл күш салу керек маркетингке деген сияқты. Бізде басы мен аяғын былай сырып тастайды да, ортасына күш береді. Сценарийге қатысты екі нәрсе бар да, сценаристерге қатысты. Неге аз деген әңгіме ғой. Біріншіден ақша аз. Ақша аз болғандықтан бір адам 2 немесе 3 проектіні қатар алып жүреді. Демек сапасы кетеді, уақыт аз болады. Екінші нәрсе бар, мысалы КВН-де жүрген бала дейік та, ол актер әлі сценарий жазады да. Олар нарықты көріп отыр. Сен түрің танымал болса, саған ақша көп келеді. Сен туралы әңгіме көп болады. Ал сен тек сценарий жазсаң, ол ешқашан көрсетілмейді. Ол мына жерде постердің соңында бір жерінде ғана тұрады. Сонда адам өзі ойланады да, мен сценарий жазып қала берейін ба, көрінбей, немесе мен былай танымал болайын ба деген секілді. Сөйтіп ол нәрсе үнемі ақша табудың және екінші планда қалып кете береді. Ақша табудың негізгі жолына емес, қосымша жолына қарай қалып кетеді. Мен жайдарманда КВН-де жүрген көп, осы кино саласында жүрген біраз балдар, негізі ол басқа шаруамен айналысып жүр, бірақ қосымша ол сценарий жазады киноға. Көп жағдайда сосын мысалы, егер нарықтық заңдылықтарға сәйкес жұмыс жасау тәртібі, бұл сен сценарий жаздың, сен әлі білмейсің, бұл сценарий тұрарлық па, тұрарлық емес, потому что сен ол қағазда әлі. Сосын концепт пруф деген нәрсені ұмытады көбіне. Ол деген нәрсе сол сценарийді арзанырақ категория Б деген нәрсе бар ғой. Вот бізде в Голливуде категория Б деген бір әңгімелер жүреді, но көбісі білмейді ол не екен. Ол
бір жергілікті телеарналарда көрсетілетін сериалдар. Тот же самый сериал, тот же самый сценарий, тот же самый актерлер просто подешевле. Бір өңірдегі локацияда оңай. иә локацияда оңай, съемкасы да, но уже сценарийін көреді, концепт бір. Бізде осындай этапты, үлкен действительно фундаментальный этаптарды жіберіп алады да, сосын гладиатор күтеді. Гладиатор, ну опять же, бұл, ну как сказать, негізі тамаша. Жоқ, енді былай екінші мына нәрсені айтыңыздаршы онда. Бізде бірнеше фильмдер жалпы көп қойды. Қызық маған кино деймін бай. Мен енді өзім пиар маман ретінде жалпы мен қайта сол бойынша айтып жатырмын ғой. Мысалға бізде мына нәрсе бар. Халықаралық фестивальдерге мен қателеспесем біздегі бір пиар форумда Думан өзіңіздің бір сөзіңіз бар тұғын, иә? Жаңағы өз продукттарыңызды мүмкіндігінше жаңағыдай халықаралық конкурстарға жаңағы тағы қатыстыру деген сияқты. Сондай әртүрлі алаңдарда өткенде мен қателеспесем Талақ фильмі жаңағы Шанхайдың фестивалінде бір орындар алып жатты. Сосын ол біздің Қазақстанға келіп фильмдерді Қазақстанның кинотеатрында көрсеткен кезде онда бір қатты касса жинаған жоқ. Жалпы сондай фильмдер бар ғой бізде. Шетелге көрсетіп бір жүлделер алып тағы басқа деген сияқты нәрсемен. Сіз оны негізі шетелге шығу керек. Бұл бір примерно енді кино саласына алатын болсақ 10 мыңдай фестиваль бар. Бір кино саласында 10 мыңдай фестиваль бар. Масқара ғой, иә? 10 мыңдай фестиваль бар. Ол жерде бөлінеді жанрлар бойынша. Документальный кинолардың фестивалі, андайдың фестивалі, мынандайдың фестивалі, ЛГБТ фестивальдердің отдельно бар олар. Ондай кинолар болса негізі. Қазақтарда негізінде әлі түсірмейді ондайды. Алматыда бір жігіт түсірді өткен. Түсірді ма? Түсірді. Сөйтіп фестиваль, арнайы сондай фестивальден орын алды. Орын алды? Соған арнап түсірген. Жоқ. Ту қызық болған. Мына жерде қызық болып отырсыз ғой. Мен айтамын. Қаржылай бір деген бере ма? Жеңімпазға қаржылай бір деген бере ма? Жоқ, бару фестивальдарға бару керек, көрсету керек. Бұл өте маңызды. Ол жерде плюстар өте көп негізінде. Ол жерде статуэтка алу емес мақсат. Экспортқа шығару, өз мәдениетіңді немесе басқа бір нәрселерді көрсету. Бірақ бізде мынандай бір нәрсе қалыптасып қалған, бір қоған киноларды түсіреді, сосын фестивальдарға барады, сосын новости Тенгрида жүреді, ана жақтан фестивальді ұтты, мына жақтан фестивальді ұтты деген нәрселерді. Негізінде көп фестивальға қатысу. Мысалы, меніңше, мына жерде көп қазақтың кинолары, комедия, оның да фестивальдары бар негізінде. Бірақ сосын фестивальдарда агенттер көп болады. Басқа площадкаларға сатып алуға. Немесе бұлар айтады, хорошо, қаншаға түсірдің дейді мына киноны. Көп жағдайда мемлекеттік емес, енді жеке коммерциялық. Олар айтады, 100 миллионға түсірдік. Хорошо, давай осы киноны біз ондай әңгіме әлі жоқ, но негізінде сондай именно Қазақстанға қатысты. Но бірақ мысалы Россияда болсын, немесе басқа елдерде болсын, Турцияда болсын, олардың киноларын алып, на основе соның полностью сценарийін, это как концепт появился, олар жаңа соны түсіреді и уже басқа үлкен нарықтарға шығаратын болады. Сондықтан фестивальдарға қатысуға, фестивальдар көп өте. Freeway деген платформа бар. Оның бесплатный подпискасы бар. Сол жерге кіріп, осы продюсерлерге, мен любой продюсерге айтам, жібер, ничего не стоит. Көп фестивальдер бесплатно қабылдайды. Жібер, көресің, оның зияны болмаса пайдасы болмаса зияны жоқ, сондай нәрсе негізінде. Бізде қазақтарда мынандай ғой, көп жағдайда біз локальный, осы жергілікті меншікті нарыққа кино түсіреміз да, сосын ойлаймыз, неге бізге Netflix қоңырау шалмай жатыр деп. Цели разные. Netflixқа баратын болсам, ол вообще басқа заңдылық, басқа бюджеттер, басқа продюсерлермен сөйлесу керек. Оны бізде көп нәрседе мемлекетте отырған адамдар енді түсініп жатыр, шыны керек. Түсініп жатыр ма? Потихоньку. Қазір мысалы, менің естуімше, Жошыхан туралы, ол мен осы прапта бұрын ғана сөйлескенбіз, ол жерде жаңағы мықты режиссер таппай жатыр. Бар ма сіз? Сен же. Сіз ше, мықты режиссер. Жоқ, ол жерде лайк басыңыздар. Бүгін менің қолым тимей тұр. Netflixпен бірге жасаймыз деді ғой оны. Соған таппай жатырмыз деп айтты негізі. Олармен байланыс бар ғой. Олар халықаралық деңгейдегі режиссер іздеп жатыр ғой деймін. Мысалы Эмир Кустурица деген сияқты
сондай сөйлеп жатқан сыңайлы. Енді фестиваль мен идеологияға қатысты бірдеңе айта салайыншы. Бірде бір телеканалда бір программада біздегі Қазақфильмнің қасында Қазақ анимация деген бір компания бар екен, мемлекеттен ақша бөлінеді. Солармен бір кездесу болып жатыр. Солар айтады, біз пәлен миллион бір жылдық бюджетіміз осындай, біз осынысына кино түсірдік, осындай дейді. Мен ютубтан ашып қараймын, инстаграмдарын қараймын, просмотрлары кәдімгідей 0 мультфильмдердің. Мен айтам ғой, просмотрларың жоқ қой. Біз идеология жұмыс жасаймыз, біз просмотрға жұмыс жасамаймыз дейді. Енді өнімдердің қайда шығардыңдар? Біз анаяққа бар фестиваль ұтып алдық, мынаяққа бар фестиваль ұтып алдық. Жақсы, өнімдерің кәні кім үшін түсіріп жатсыңдар? Балдар үшін дейді. Енді оны балдарға қалай жеткізіп жатсыңдар? ютубқа дейді. ютубын атсаң 200 просмотр. Сол байындегі сенің әңгімең айналып келгенде. Бірақ олар идеология деп әдемі жабады да. Иә. Өйтіп бізге ақша жетпейді. Бізге ақша жетпейді. Өзі мынандай ғой, бізде бір алтын ортасы болмай жатыр. Баяғыда Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев атамыз айтты дейді ғой, бізде екі проблема жа Қазақфильм мен Қайрат деген. Қаншақты айтқан айтпаған білмеймін оны. Бірақ сөйтіп айтты дейді да. Дәл әлі сол ғой. Иә, мысалы мен қараңызшы. Әлі сол проблема. Бізде мысалы идеологиялық бағытта немесе өнер тілін іздейміз деп артқа ауыс бағыттағы авторлар артқа ауыс бағыттағы фильмдер түсіріліп жатыр ғой көп. Бұл фильмдер көрерменін жақтап тұр. Иә. Проблема осыда. Енді оның мына жағы бар, жаңа ақша табамыз деп өте жеңіл комедиялар түсіріп жатыр дейді. Мысалы біз былтыр мен осы әңгіме барысында бір естідім осыны ше, жаңа кинотеатрдың бастықтарынан. Мысалы 10 комедия түсірілсе, соның біреуі ғана, екеуі ғана өз-өзін ақтайды деп айтты. 7-8 ақтамайды деді. Көп түсіріліп жатқанмен олар көбісі ақтамайды деп айтты. Сонда осының бір алтын ортасы болмай тұр ма? Корея фильмдер сияқты, француз фильмдер сияқты. Бұл ше Жанаділ қанша жерден қазір маркетинг, Жанасыл. Кешіріп қойыңыз. Қанша жерден жаңағы қиналса да, ол өнім жақсы болмаса, болды, проблема. Бұл өнім деген енді бізге келіп тіреліп жатыр ғой. Ұдай іздену, жұмыс істеу, Думан мырза айтқандай халықаралық фестивальдарға бару, коллаборация жасау, содан эксперименттерге ашық болу, осындай нәрселер ғой. Қазір менің бір қуанатыным жастар бар мысалы. 2 жыл бұрын мен неде Кореяда Пусанда кинофестивальда болдық. Біздің бір киномыз, соның Шарипа Оразбаева түсірген кино основной конкурсный программаға кірді. Сол продюсер ретінде бардым и бүкіл программасына қатыстым. Корейский Пусанский фестиваль. Бір нәрсе айтайын дегенім, оларда мысалы сен камера алдың ба қолыңа, сценарий жаза бастадың ба, ол жерде мемлекет саған қолыңды қақпайды ешқашан. Ол жерде спонсорыңды алып келеді, лоттыңды алып келеді, Hyundai'ңды алып келеді, Kia'ңды алып келеді, бәрін алып келеді. Ол жерде сертификаттар береді, бүйтеді. Именно сол ол жерде қолдау деген нәрсе өте көп. Сіз айтып отқан нәрсе мысалы қазақ анимациясы бойынша. Олардың подходтары қазіргі таңда қарасақ, ол дұрыс емес негізінде. Бірақ олардың қолынан бірдеңке келіп жатыр ма? Олар анимация жасап бір нәрсе шығарып жатыр ма? Значит, олар уже как минимум 50% жұмысты жасап жатыр ма? Сол қолдарынан қақпай ертең оларға айтса, сендер жігіттер, дұрыс анимация жасаудың ретін тауыпсыздар, бірақ сіздерге мысалы маркетингтердің жетіспей екен, бұл жерге барып, мұн жаққа барып оқып келіңдер, мысалы мұн жерден барып тәжірибе алып келіңдер, немесе мұн жерге сіздерге мынандай мықты продюсерларды біз сіздерге ұсыныс жасап отырық, солармен жұмыс жасаңдар деп былай тіреп жіберсе, ол қазақ анимация ертең 200 емес, побольше подписчик алады мысалы. Бұл жағдайда мен айтатын нәрсе, бұл қазақтарда мынандай бір нәрсе бар да, сіз айтып отқан Қазақ пен Қайрат пен Қазақфильм деген сияқты. Бұл жерде андай сыншы көп. Кино түсірдің ба, бүйттің ба, сөйттің ба, бұл жерде сыншы бізде бәр салада бар. Бізде мысалы сын емес, оны қолдау? Иә, қолдау керек та, көп жағдайда. Осы жерде бір тумблерді ауыстыру керек, қолдауға. Корейский фестивальдарда мысалы, үлкен фестиваль болып жатыр. Анау жұлдыз келді, мынау жұлдыз келді. Но олардың основной фокустары, мастер-класстары ана жерде анаған бір честно айтам да, мысалы, біздің бір средний мобилограф түсірген нәрсе, ана жерде корейский бір какой-то режиссер бірінші орын алып, $25 000 қалтасына салып жатқан адам небо и земля жерде. Біздікі мынандай, оның качествосы. Ананыкі пока не очень. Но ол уже қолдау алып жатыр. Ол ертең біз бір операторды тәрбиелеп шығару үшін, сен кемінде 5 жыл оны бүкіл площадкаларды жүргізу керексің. Бір нормальный сценарий жазу үшін, сен онымен 10 минимум
сценарий жазып, оны шығарып, ертең отзывтарды қарап, қай жерге оның икемі бар, соны дамытатын нәрсе керек. 5-10 жыл минимум жасау керексің да, сондай нәрселерді. Сонда біздер көп жағдайда талантты жастар, қазір мысалы кука жасап жатқан нәрселер енді өте айтарлықтай. Мектеп жасап жатыр, жас балаларды тартып жатыр. Самый басында ол жерде қолдарын қақпай жатыр, ол жерде. Оларда мысалы сіз жаса болсын, первый продукт не очень, но окей. Идеология дей саламыз. Жақсы ма? Идеология дей саламыз деп. Маған қазір бірде жазыпты, комментариймен пост салған ба. Бізде кино критик жоқ депті да, керісінше. Былай шынымен қарасақ, социальный сетте... Зачем бізде 18-20 миллион кинокритик отыр ғой? Олар көрерменнің пікірі ғой, ал кинокритиктің пікірі ол танымал адам болса, оның салмағы жоғары болса, ол бөлек нәрсе. Оны мен жазғам бір Фейсбукқа. Олар жерде кинокритиктер талапсыз ма кинокритик? Жоқ, кәсіби оқығандар бар ғой. Сондай оқығандар болса, кәсіби оқығандар бар, мына Балжан Нөгірбек деген ағамыздан бері қарай келе жатқаншы. Бұл кісілердің көбісі бұлар қазір жүріп жатқан кинотеатрда болып жатқандарды кино деп есептемейді, фильм деп есептемейді. Мыналарды. Бұл фильм деп есептелмейді. Өйткені ол соған қатысты маған көлдей пост арнаған бір кісі, бір қыз кинотануда жүрген қазір. Сол Жандос Құсайынов деген біреу бірдеңе деп жазыпты, мен оған жауап берейін деп жауап берген ол. Кино дегеніміз, фильм дегеніміз ол режиссер болады, ол автор болады, авторлық көзқарас болады, деп жазған. Айтып жатқан дұрыс, айтып жатқан дұрыс. Бірақ мен оған айтқам ғой, мен түсініп тұрмын ғой, енді елдің бәрі Тарковский емес қой. Дұрыс па? Елдің бәрі енді Тарковский киносын өте ауыр. Иә, мысалы, елдің бәрі жоқ авторлық бағыттағы фильмдерден де түсіре алмай жатыр ғой енді біздің көрермендер мынаған барып жатыр енді. Осыны талдасаңдар, сонда бұлар, мыналар кішкене санасады ғой. Сіз осылар санасады да, жаңағы сынға қатысты жасайсың ғой енді. Сен де мысалы сын айтылады ғой, маған да көп айтылады, сен не ана фильмге сценарий жазыпсың ғой, не істепсің деген кезде мен үйге ойланасың ғой, бүйтіп ше, мен не істеп жүрмін де ше. Пиндодомен айналысып кетейін ба десең. Жоқ, сіз айтып отырған нәрсе дұрыс. Сондықтан сыншылар жазу керек қой. Бізде сыншылар менсінбейді. Журналистер, блогерлерді менсінбейді, актерлар, аналарды менсінбейді. Олардың жұмысы сол ғой. Бұлар оны сын деп отқан жоқ қой, бізді ешкім сынап отқан жоқ деп есептейді ғой мынандай фильм жасап. Бұлар жаман деген сөз емес. Жоқ, бұлар жаман деген емес. Ақсылы келіп сояқ, мына жігіттер жасап отқанда жаман деген сөз емес. Біз классификацияға бөліп отқан айтып жатырмыз. Нарықты қазақшалап тастады қазір. Сыртқы нарықтың бәрін шығарып тастады, сырттан келетін контенттерді. Тілге бірінші кезекте жұмыс жасап жатыр бұлар. Ән, осы кино өнері, тіл шұбарлап жатыр деп сынап жатыр ғой. Ол екінші мәселе. Бірінші мәселе орыс тілді немесе басқа тілдің бәрі қазір іштен тазалап тастады. Әнші шығарып тастады, кино шығарып тастады дәл қазір. Оған ешкім қарсы бәрі жақсы ғой бізде демек. Жоқ, бәрі жақсы емес. Дұрыс, даму дұрыс. Оны не деген оптимистер құрсын деп айтайын ба? Біз осымен уақытты тамамдап қалған сияқты, иә? Енді мен мына нәрсені айтқым келеді. Соңғы не бойынша мен де уақытқа қарап отырмын ғой негізінен ба. Жаңа жатырсыздар ғой, мысалы жастар келе жатыр, бір қуантады, тағы қатысын анау деген сияқты нәрсемен. Соңғы жалпы жастарға тілектеріңіз бірау сөз мақұл жастар еместерге деп айтайын ба? Біз өзіміз жаспыз ғой дейді. Шағар отқаннан қарамайды деп айтайын ба? Біз бәріміздің шашымызды ағартып отыр ғой осы отырғанда. Жоқ, мен ойландым, кей кезде ойландым, киноға не бәрі осы кино түсіріп кетті. Негізі мұнай азайып жатыр ғой, сол басқа тема жоқ. Креативная индустрия, новая нефть. Міне. 1 миллион 730 миллион шетелдік нарыққа шыға бастайды осылар. Кинопоиск арқылы немесе приложениелер арқылы негізі шығып жатыр шетелдік нарыққа. Шығады. Нет, мен негізі ойлаймын былай. Қорытындылайық. Негізі нарық дамып жатыр. Дамудың өз заңдылықтары бар. Біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды, біреуі ілесіп болады, біреуі қалысып қалады. Но негізінде тренд жақсы. Сапа, былайша айтқанда, Жакен дұрыс айтты, сапа жағынан, техникалық жағынан, оны үйлестіру жағынан біз өте жоғары деңгейдеміз қазір. Мазмұн жағынан өкінішке орай. Ол жерде енді көп жұмыс жасау керек әлі. Бірақ мен бір нәрсеге қарсымын. Қолдан қақпау керек болды.
қолдан қақса болды, ол ертең наоборот тежейді бүкіл прогресстің бәрін. Мен ойлаймын сондай. Шығармашылық адамдар дейсіз ғой. Иә. Қорытынды сөз, түйін. Қорытынды сөзбен баяғыда Дәрежан Өмірбаев деген ағамыз бар, қазір авторлық киноның атасы ғой, біздің Қазақстан жаңа толқынның өкілі. Сол кісі маған айтқан болатын, осы біздің Қазақстанда инновациялық экономика, тағы бір бөле не керегі бар оның дейді да. Ол әр ұлттың өзінің бір талайына жазылған қабілеті болады дейді. Мысалы, кейбір сен қанша тыраштансаң да сен енді LG, Samsung жасай алмайсың жапондар сияқты, немесе BMW машина шығара алмайсың, немістер сияқты, iPhone жасай алмайсың. Біздің қолымыздан келетін малды күшті бағамыз ғой дейді. Күшті малдың түр-түрін еттерді жасап, етте бірінші нөмір болмаймыз біз дейді да. Мен айтып жатқан логикалық тұрғыдан да кейде мен ойлаймын да, біздің ұлттық идентификациямызда бәлкім жаңағыдай аватарлар сияқты революционный жаңағыдай фильмдер жасау келмей жатқан шығар әзірге. Бірақ енді үміттенеміз ғой, жаңа жастар бар, сосын технология дамып жатыр. Біз өз қазақ халқы, көп шетелде оқыған достарым бар, айтатын ғой, біз әлемдік университеттерде оқыған кезде бір нәрсеге қатты қонатын еді дейді. Қазақтың жастары өте қабілетті еді дейді. Мысалы, қасымызда басқа ұлттар отырды, мына шығыстағы көршілеріміз, мына солтүстік көрші кәдімгі түсінбейді дейді бір айтқанды ше. Оны айтады дейді мұғалім. А біздің қазақтарға бір айтса қағып алып жаңағы мұғалімдер риза болады дейсің, қандай халықсыңдар деп. Мен сол кезде соны үміт оянады да, жаңағыдай бәлкім бізде болашақта революция жасайтын киноға бөлек бір формат білетін авторлар болатын шығар деп есептеймін, ойлаймын, үміттенемін. Болады дейсіз ғой сонымен. Маған жалпы соңғы жылдағы даму ұнайды, баратқан процесс ұнайды. Біз енді қазір осы көрші елдерге шығып жатырмыз. Мысалы, мендегі YouTube каналдардың өзінің 10% шетелден қарайды. Демек, біз алдағы жылдары осы дамумен әлемдік нарыққа неге шыға аламыз? Ән бойынша және кино саласында. Мен соған сенемін. Иә. Ең мықты экспорт, идея экспорты. Көзқарасы экспорты. Бұл жерде сосын көп жағдайда біздер мемлекет деп, мемлекеттің функциясы қолдау. Басқа оны кедергі келтірмеу ғой енді. Көп жағдайда біздер мемлекеттің аузына қарап отырамыз. Қарамау керек. Өздерінің аттарыңды тауып өздерің жебесіңдерші айтатындай. Бір нәрсе әлеуметтік желіде Аршат Ораз деген бір бауырымыз бар. Сол Аршаттың бір күшті сөзі бар да. Мен кинотеатрға барған кезде әлеуметтік желіде ұлттық фильмді қолдайық десем, мен ол фильм нашар екенін түсінемін дейді. Сосын Ерлан Оспан деген Ерлан Оспан айтады, негізі киноны қашан телеарна саласы қашан дамиды десем, айтады, мемлекет қолдауды тоқтатқан кезде дейді да. Параллель ой туады ғой, киноны бәлкім мемлекет тоқтатқанда қаржыландырды. Мүмкін сол кезде басқаша не болуы мүмкін, бірақ бұл ой өте қауіпті ой. Бұл оймен көп адамдар келіспейді. Өйткені әсіресе артқа ауысу бағытында фильм жасап жүргендердің ол наны, өмірі былайша айтқан кезде, білмеймін, көреміз енді болашақта қалай болатынын. Кинофонд деген бар ғой. Мен биыл 2-3 киносына бардым солардың жабық показдарына. Олар мемлекеттік жұмыс системасы қалай олардың? Иә, олар мемлекеттен бөлінетін қаржыны ортада оператор ғой. Үйлестіреді. Ол қашан құрылды? Соңғы жылдары пайда болды? 2019 кино туралы заң қабылданғаннан кейін құрылды ғой. О, жерде қырылысып қалады елдер, барады да питчингқа. Субъективный фактор. Ол жерде бір бөлген ғой, там административный жағы бар, сосын творческий жағынан бар. Көп жағдайда творческий адамдар қағазға жоқ. Ол заңдылық. Негізінде, мысалы, если у тебя плохо в Excel, то у тебя все плохо. Ол жерде үлкен мәселе бар, ол мемлекеттің нарыққа бейімделу процесс емес па деп ойлағаным ба? Иә, сол ғой, негізгі түп мақсат сол ғой. Негізі, мысалы, біз үлкен көршімізге қарайтын болсақ, мына жерде тұрған. Олар өте көп. Мысалы, олар қарасаңыздар, фонд кино деген бар, сосын институт развития интернета дегені бар. Олардың бюджеттерін қарасаңыздар, негізінде ақша қолайым десең, Россияға барып көп нәрсе жасауға болады, негізінде. Бірақ бұл бізге қызық па қызық емес пе, басқа. Өзінше ол бөлек әңгіме деп айтайық та, сонымен келгендеріңізге көп рахмет. Бір жақсы, еркін, емін-еркін отыратын талқылау болды деп есептеймін. Істеріңізге сәттілік тілеймін. Осымен аяқтайық. Мемлекеттік кино қолдаңыздар. Не ойлайсыздар? Ау? Неге? Айтсайын да. Айтқысы келді.
айдамай отырмыз ғой қонаққа. жайдарманға қатысты ма? Мен айтатын едім, неге сіздің жұмыртқаңыз жетпейді десе Келесі жайдарман ол жандостың ба жұмыртқасы жетпеген қалай сонда?